أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассалаумағалейкум, құрметті Инстаграм желі парақшасының көрермендері. Қасиетті Шағбан айындағы біздің жүздесулеріміз баршамызға пайдасын берсін. Бүгінгі кездесуіміздің тақырыбы ағымдардың шығу себептері, яғни ең бір ағымға тоқтамас бұрын оның тарихын өтетін болсақ, жалпы ағым неден басталды дейтін болсақ, 1702-1792 жылдары Саудияда Абдулла ибн Абдул-Вахаб деген адам өмір сүрген. Сол Вахаб деген адамымыз, бұны біз көбіміз Алланың есімімен шатастырмауымыз керек. Алланың есімі бар, Әл-Вахаб деген, яғни сыйлық беруші, сый беруші деген мағынада, яғни өзінің сүйікті құлдарына, мұмин мұсылмандарға, өзінің әмірлерін орындаған адамдарға қияметтегі беретін сыйлары, немесе осы өмірде беретін сыйы деген сипаты. Алланың есімі Әл-Вахаб. Осыны біз вахабизм, вахабист немесе салафизм деген терминдермен шатастырмауымыз керек. Демек, вахабизмнің тарихы, вахабизм негізін қалаушы осы Абдулла ибн Абдул-Вахаб деген кісі. Ол заманда білесіздер, Осман империясы болған. Мұхаммад Башаның кезінде қазіргі Саудия дейміз, осы Сауд деген тайпа өмір сүрген. Ол жердегі Мекке еліндегі халифат, яғни қазіргі біздің тілмен айтқандағы әкім, пайғамбарымыздың Құрайш руынан, Бани Хашим руынан сайланған болатын, әкімдер сөйтіп сайланады отыратын. Бірақ та осы Абдул-Вахабтың жақтастары бұл Осман империясының сұлтанына бұл шешіміне қарсы болып, өзінің адамдарын қоймақшы болады. Осылайша Европа елдерінің қатысуыменен олар осы мұсылман еліне қарсы көз ашық оқыған ғалымды іздей бастаған кезде, сол кездегі 21 жасар Абдул-Вахабты кездестіреді. Ол тура жаңағы Европаның ағылшындардың уағыздаған сияқты соларға тез беріліп, өзінің жақтастарын құра бастайды. Ол 21 жасында өте қатал әскери адам болған. Осылайша мұсылмандардың араларына іріткі салынып, бұл Абдул-Вахаб ең бірінші айтатын нәрсесі, мен мұсылмандарды ширк жасаудан тазартамын дейді. Пайғамбарымыздың соңғы хұтпасында білесіздер, бұл келтірілген сахих хадис. Пайғамбарымыз соңғы хұтпасында айтады, Алла қаласа келесі қажылықта кездесеміз бе, кездеспейміз бе, бірақ та менің үмметімнің ширкке өтуіне мен қорықпаймын дейді. Бәлкім менің үмметімнің жүректері дүниеге өтіп кете ме деген нәрсесіне қорқамын дейді. Бұл сахих хадис. Пайғамбарымыз яғни хадисінде айтып кеткен, мен үмметінен ширк деген нәрсеге кіруіне қорықпаймын дейді. Ширк дегеніміз серік қосу деген мағына, яғни Алладан басқа жаратушы бар деп содан тікелей сұрау, тікелей жағдайын сұрау, бала сұрау, денсаулық сұрау, басқа жаратылыстан сұрау дегенді ширк деп айтамыз. Алла Тағала ширк деген күнәні ешқашанда кешірмеген. Осылайша Абдул-Вахаб, мен мұсылмандарды ширк жасаудан құтқарам деп, ширк жасаушы адамдардың барлығын күшпен тазарта бастайды. Өйстіп Мекке мен Мәдина арасында көптеген қан төгістер болған, көптеген мұсылмандар дүниеден өтетін болған. Олардың ұстанымы, Абдул-Вахабтың ұстанымы, біз яғни өзімізді салаф деп есептейміз дейді. Салаф дегеніміз, ол өзінің салаф деп есептеу үшін исламның картасын қарайтын болсақ, исламның структурасында салафтар алғашқы алтын 3 ғасырда өмір сүрген. Пайғамбарымыздың заманынан кейін, яғни алғашқы 13 жыл Меккедегі 13 жыл, пайғамбарымыздың замандағы одан кейінгі 3 ғасыр алтын ғасыр болып есептелінеді. Ал енді кейінгі 4-7 ғасырға келетін болсақ, салафтардан кейінгі, салаф солихтардан кейінгі халафтар өмір сүрген ғасыр. Енді олардан кейін келетін болсақ, сол 12 ғасырларда, бұл хижри санауы бойынша, осы Абдул-Вахаб өмір сүрген. Яғни ол қалай болса да өзінің салаф деп айта алмайды. Демек, біз салаф жолын ұстанамыз дейді. Егер ол салаф жолын ұстанатын болса,
ол жаңағыдай пайғамбарымыздың айтқан соңғы хұтпасындағы хадистеріне қарама қайшы айтпас еді. Енді Абдул Вахаб бұның бәрін қайдан алды десеңіздер, ол жаңағы 7-ші ғасырда өмір сүрген Ибн Таймия, Алла ол кісінің рахымын алсын, сол кісінің кітаптары таралған болатын. Ол кісі заманында уағыз айтып отқан кезде Алланың арыштан аспан қабатына түседі деген уағыздар айта бастаған. Уағызды тыңдап отырған жамағат сұрақ қоя бастайды, яғни Алла Тағала арыштан қалай түседі деген кезде имамдардың жұма күні уағыз айтатын мінберінен отырып солай жерге түскен сияқты Алла Тағала да арыштан солай аспан қабаттарына түседі деп айтқан. Осы кезде бұл кісіге жамағат қарсы шығып, бұл айтып отқандарын жалған деп, өзінің аяқ киімдерін жаңағы Ибн Таймия ұстаздарынан лақтыра бастаған. Ал араб елінде ең төменгі түсіру ол адамға аяқ киімді лақтырғанмен тең болады екен. Сөйтіп ғалымдар бұл кісіні түрмеге қамайды. Осы қате сөздері үшін Ибн Таймия біраз түрмеде отырғаннан кейін қайтадан далаға кеңістікке шыққаннан кейін өзінің уағыздарын тоқтатудан, жалғастырудан тайынбайды. Яғни ол адам Аллаға дене пішін береді, Алланың қолы бар, көзі бар, аяғы бар, арқасы бар деген сияқты. Сөйтіп мұсылмандардың арасында фитна тудыра бастайды. Кейіннен ғалымдар пәтуа беріп, әхлі сүнна уал жамаат ғалымдары барлығы бір ауыздан пәтуа беріп, Ибн Таймияны жаза беріп өлтіреді. Осылайша Ибн Таймияның кітаптары бәрі бірақта жарық көреді. Осы Ибн Таймияның жолын жалғастырушы Абдулла ибн Абдул Вахаб қазір Сауд деген тайпадан құрылған, руының аты Сауд, біздің қазақ рулары сияқты. Осылайша кең етек жая бастайды мұсылман елдерінде. Бірақ осыған дейін мұсылман елінің бір ғана Осман империясы, білесіздер, 22 мемлекеттің басын құратын бір ғана Осман империясы болған. Содан бастап Осман империясы құлдырай бастаған. Кейіннен сол кездері азаншы бір ақсақал болады, мешіттерде азан шақыратын. Сол азаншының өзін өлтірген. Не себепті десеңіздер, пайғамбарымыз тірі кезінде айтқан, маған жәннатта уасила деген, мысалы азанда батасында уасилата деген сөз бар. Ол жәннаттың ең жоғарғы мақомы дейді. Соны мен үшін сұраңыздаршы деп пайғамбарымыз өсиет айтып кеткен. Сол осы Абдул Вахабтың жасақтары пайғамбарымыз заманында бірде-бір адам бұндай сөз айтпаған, бұл бидғат, бұл сендер ойдан тапқандарың, бұл ширк деп жаңағы ақсақалды өлтірген болатын. Кейіннен бұл кісілер пайғамбарымыздың жерленген жеріменен баратын шығатын мінбары уағыз айтатын жері, яғни мешіті. Сол жүретін екі ортада ол пайғамбарымыз айтып өткен, бұл жәннаттың бақшалары деп есептеледі деп. Яғни осы жерде намаз оқыған адам жәннаттың бақшаларында намаз оқығанмен тең деп. Осының бәрі ширк деп, жаңа Абдул Вахабтың жасақтары осының бәрін жойған болатын. Кейіннен сахабалардың бейіт мазарларын жойған болатын. Қабірге бару ширк, оның бәрі бидғат, яғни қайтыс болған адамдарға Құран оқылмайды, оның бәрі қате деп барлық сахабалардың бейіттерін жермен жексен болатын. Ал білесіздер, пайғамбарымыз заманында сахабалар Расулалладан сұраған кезде, я Расулалла саллаллаху алейхи вассалам, біреуіміз қайтыс болған кезде мазардың басына белгі қоюға рұқсат па деген кезде, пайғамбарымыз айтқан болатын, кішкентай бір тасқа қажап есімдеріңді жазып қойыңдар деген, ол пайғамбарымыздан келген өсиет болатын. Осылайша Абдул Вахаб өзінің жаңағыдай жауыздық ақидасын тарата бастайды. Ол етегінен кеңінен етек ала бастайды Саудия елдерінде. Бұл кісілердің бір дәлел айтатын болсаң, бірде-бір мысалы ғалымдар, ахли сүнна уал жамаат ғалымдары ешқайсысы Алла Тағала дене пішін бермеген, Алла Тағалаға мекенге тәуелді емес, Алла Тағала бар болған, ежелден бар болды да, ол арш әлемі болмаған кезде де болды деп біздің ахли сүнна уал жамаат ғалымдары пәтуа береді. Бірақ та Абдул Вахабтың шәкірттері керісінше кері пікір білдіреді. Ал енді осы Абдул Вахабтың тізбектеп бастайтын болсаңыз, оның тізбегі тура бір Ибн Таймиямен бітеді де, әрі қарай жалғаспайды. Ахли сүнна уал ғалымдарының
тізбектері тура мысалы имам азамға алатын болсақ, имам азамнан бастап тура пайғамбарымызға дейін жететін болған. Яғни тізбек ол сахих деп есептелінеді. Осындай бір мысалда бір хадисті мысалы неге бұл кісілер былай түсінеді десеңіздер, бұл кісілер зарақ дейді, яғни сыртқы мағынасымен ғана түсіп үйренген адамдар. Ол кісілер тәпсіріне ары қарай терене көңіле бермеген, мән бермеген. Мысалы бірде бір отырыста пайғамбарым бір Абдул Вахабтың шәкірттерінің бірі айтқан екен, түйенің етін жегендер намазға тақылмасын деген. Яғни түйенің етін жеуге болмайды, түйенің етін жесе ол намазға дұрыс емес деген нәрсемен айтқан. Бірақ та қандай да бір хадисті айту үшін оның тарихына үңілуіміз керек. Пайғамбарымыз өте көркем болған, ол кісі ешкімді ренжітпеген. Солайша барша сахабалармен отырып түйенің етін дәм ауыстырып отқан кезде араларында бір сахаба жел шығарып қойған. Сөйтіп кейіннен дастарханнан тұрғаннан кейін пайғамбарымыз отырған жерлерге айтады барлығына: осы жерде түйенің етін жегендер қазір намаздың алдында дәреттеріңізді жаңартыңыздар деген. Осыдан осы хадис шыққан. Білесіздер, хадистің де ескісі бар, хадистің де бір-бірін жоятын хадистер де болады. Сол сияқты Құран аяттары да бар, бір-бірін күшін жоятын Құран аяттары да бар. Мысалы келетін болсақ, арақ мәселесіне келетін болсақ, Құранда арақ мәселесі 3 рет аят түскен. Ең біріншіден арақ мәселесіне рұқсат берілгенмен, екінші мәселеде ол намазға тұрған кезде сахабалар Құран оқыған кезде жәннат тозақ аяттарын шатастырғаннан кейін, үшінші аятта басты, яғни адамның миын ауыртатын аз көлемді немесе көп көлемді, яғни арақты айтады, харам деп есептелген. Яғни үшінші аят алдыңғы екі аяттың күшін жойып тұр деген мағынада. Тура осылайша мысал келтіретін болсақ, бұл ағымдағы бауырларымыздың түсінігі. Мысалы қазақта керемет сөздер бар, қазақ астарлап сөйлейді. Мысалы менің арқамда сен осындай дәрежеге жеттің деген сөзді алатын болсақ, яғни біз бір кісінің көмегі арқылы жүзеге асқанымызды біліп отырамыз. Ал енді бұл бауырларымыздың ойы тікелей мағынада түсінеді. Мысалы жай ғана қарапайым мысалмен мен сені жақсы көремін деген сөз тікелей аударатын болсақ, я тебя хорошо вижу деген мағынада келтірілген, бірақ та біз оны білеміз, я тебя люблю деген мағынада келтіріледі. Сол сияқты бұл бауырларымыз осылайша тікелей түсінетін болған. Осылайша мінекей бұның бәрі, себептердің бәрі, жаңа тақырыбымызға қарай ағымдардың шығу себептері деп айтып отырмыз ғой. Бұның себептері білімсіздік, яғни ілімді маманнан алмағанның себебінен. Ілімді маманнан алмағаннан кейін өзінің шейхтарынан, ұстаздарынан алған, яғни бұлар кім десеңіздер, мысалы Насруддин Албани дегенді алатын болсақ, мысалы біз бұл кісілерге мазхаб ұстаныңыздар деп айтатын болсақ, бұл кісілер біз имам Хамбалдың мазхабын ұстанамыз деп айтады. Бірақ та имам Хамбал бірде-бір кітабында Аллаға мекен бермеген, Аллаға дене пішін бермеген. Осылайша енді имам Азамды мазхабын ұстанатын болсақ, ол кісі араб емес қой деген, осылайша ол кісі араб елінен шықпаған ғой деп айтады. Ал енді өздерінің Насруддин Албаниді алатын болсақ, ол кісінің өзінің ұлтының өзі араб емес. Ол кісі Албан елінен болған. Ол кісі өзінің жерінде фитна тудырғаннан кейін өз халқы, өз туған жерден ол кісіні қуып жіберген. Сөйтіп ол кісі Саудия еліне барып, жаңағы уахабис ағымдағы бауырлармен жолығып, ол кісінің кітаптарын жарыққа шығуға көмектесіп, қаражатын бәрін толықтай төлеп отырған. Осылайша Албанидың кітаптары кең тарап кеткен. Ол өкінішке орай қазірге дейін де барып отыр. Және де Құранда аяттар бар, мысалы мушриктерді өлтіріңдер деген аяттар келеді. Ол аятқа мысалы тікелей қарайтын болсаңыз, қазіргі заманғы аятқа ол сәйкес емес. Ол пайғамбардың кезіндегі аят, яғни пайғамбардың кезінде соғыс болды. Мушриктер дегеніміз кім? Аллаға серік қосушылар деген мағынада. Ал енді дінде білесіздер, ислам діні дегеніміз ол тілмен айту, калимат, яғни Алладан басқа Құдайдың жоқтығына куәлік ету, Мұхаммед пайғамбар оның елшісі, әлі сүйет құлы екендігіне куәлік беру.
тілмен айту және жүрекпен бекіту. Ал енді бұл бауырларымыз осы тілмен айту, жүрекпен бекітуге бірге міндеттейді нені? Амал шарттар міндеттейді, яғни Алланың парыздарын міндеттейді. Пайғамбардың хадисі бар, қандай да бір мұсылман адам, шынайы мұсылман адам, не тілімен, не қолымен ешқандай бір мұсылман адамға зиян тигізбеген адам, ол шынайы мұсылман адам болып есептеледі. Және де Құранда аят бар, ла икраха фи дини, дінде зорлық жоқ дейді. Яғни біз ешкімді зорлау арқылы дінге келтіруге біздің хақымыз жоқ. Таухидті беретін Алла Тағала, хидаятты беретін Алла Тағала. Білесіз, Алла Тағала қаласа, қалаған құлын тура жолға салушы. Алла Тағала қаламаса, әлем болып біз оны, әлем адамдар біріксе де біз оны тура жолға сала алмайды екенбіз. Бірақ та осы ваххабистер, ваххабизм ағымындағы бауырларымыз осы амалдарды мәжбүрлеу арқылы басқа кісілерге жасататын болған. Егер де ол адам намаз оқымайтын болса, оны кәпір етеді екен. Ал білесіздер, хадисте бар, кімде-кім бір адамды кәпір дейтін болса, егер де ол адам кәпір болмайтын болса, ол осы өмірде кәпір болып қайтады деген керемет хадистер бар. Яғни туған әке шешесіне қарсы шығу, туған бауырына қарсы шығу осы ағымның себептеріне бұл келіп жатыр. Қазақта білесіздер, керемет сөз бар, әке шешең жынды болса байлап бақ дейді. Бұл деген біз әке шешемізге ешқашан да қарсы келмеуіміз керек. Тіпті Құранда аят бар, әке шешені туф деме дейді. Алла Тағала көптеген Құран аяттарына келеді. Ең бірінші Алла бойсын дейді. Және де екінші орында әке шешене қызмет қыл дейді. Пайғамбардың хадисі бар, қандай өкінішті адам дейді, әке шешесі тірі бола тұра тозаққа кететін адамдар дейді. Яғни тағы да бір хадис бар, керемет, жәннатты аналардың табанының астынан іздеңдер дейді. Ол дегеніміз, біз аналарымыздың разылығын ала алмайтын болсақ, біз ешқашанда жәннатқа кіре алмайды екенбіз. Ал әке деген не десе, әке деген кім деген кезде, әке деген жәннат пен тозақтың арасындағы қалқан екен. Яғни пайғамбарымыздан келіп сахабалар сұраған кезде, я Расулалла, әке шешем тірі, мен кімге қызмет қылайын деген кезде, пайғамбарымыз бір мәрте анана деді. Тағы да осы сұрақ айтылған кезде екі мәрте анана қызмет қыл деді. Тағы бір мәрте сұрақ қойылған кезде үш мәрте анана қызмет қыл, төртіншісінде әкене қызмет қыл деп пайғамбарымыз өсиет етіп кеткен. Ал енді деструктивті діни ағымдағы бауырларымыз әке шеше тұрмақ туған бауырларымен, туған қарындастарымен араласпайтын үкімде. Тіпті жасаған тағамдарының өзін жеуден бас тартып отыр. Тіпті бір оқиға болған, бір адамның жалғыз баласы, сол жалғыз бала үшін барлық жағдайын жасаған әкесі, кейіннен өсе келе жат ағымдармен араласып, әкесі бала үшін керемет үй салып берген. Пайғамбарымыз бұндай өмірде тұрмады деп, бұндай үйде тұрмады деп, жаңа әке шешесі салған үйді бұзып, кейіннен бір тапал үйді салып, сыртың сыланбай, жай ғана лаймен ғана сипап қойған. Сондай бір жұмысымызда да, практикамызда да сондай кездесіп жатыр, өкінішке орай. Бұның бәрі не десеңіздер, бұның бәрі надандықтан, яғни білімсіздіктен. Білім алу ер мен әйелге парыз. Қазақта керемет сөз бар, білесіздер, торғай сойса да қасапшы сойсын дейді. Бұл дегеніміз, біз дін мәселесіне келген кезде біз білікті ұстаздарымыздан, білікті имамдарымыздан дін мәселесіне келгенде сол кісілерден қандай да сұрақтар туындайтын болса, сол кісілерге жүгінгеніміз өте дұрыс болады. Сол кезде біз адаспайтын боламыз. Мен дінге ешқандай хабарым жоқ, мен діннен алыс боламын, мен баламды мешітке бермеймін деген ата-аналар болатын болса, сіз қазір мектеп қабырғасында балаңызды мешіттен алшақтатқанмен, кейін ол бала университетке кеткенде ешкім ешқандай кепіл бере алмайды. Оның жаңағыдай басқа жат өкім ағымдағы балаларына, бауырларына жүздесетініне. Сол себепті баланың фундаменті болған дұрыс. Ақида мәселесінде, ақида дегеніміз сенім деген мәселе, ол өте нәзік термин, оны кереметтей білім керек. Оны мектеп күнімізден, бала күнімізден баршамыз білгеніміз дұрыс болады. Яғни Алла жалғыз, Алла көруші, естуші, Алла ешқандай уақытқа тәуелді емес, Алла мекенсіз. Алла қалайтын болса, Алла айтады, мен қаласыңдар, мен сендерге күре тамырынан да жақынмын дейді. Ал енді мынау Алланың түсуі дегеніміз, ол біздің мазхабымыздың түсінігінде ислам
ғалымдардың түсінігінде, яғни Алла өзі емес, Алланың рахымы түсуі. Яғни түнде Алла тағала айтады, мен рахым түседі түннің 1/3 бөлігінде, егер де сендер қол жайып дұға тілесеңдер, мен сендердің қолдарыңды жауапсыз қайтаруға ұяламын дейді Алла тағала. Сол себепті Алланың рахымы баршамызға үзбей түсіп отырсын. Ілімімізді арттырайық, қасиетті шабан айында пайғамбарымызға салауаттарымызды көбейтейік. Бұл дегеніміз пайғамбарымыздан сахабалар сұраған кезде, я Расулалла саллаллаху алейхи вассалам, қияметте махшар деген алаң болады, сол алаңды біз сізді қалай табамын деген кезде пайғамбарымыз айтқан, мен сендерді махшар алаңында танитын боламын, сендер махшар алаңында қасқа жылқылар сияқты боласыңдар дейді. Мысалы біз 100 жылқының ішінен қасқа жылқыларды бірден табатын боламыз. Енді ол қалайша десеңіз, біздің намаздағы алған дәретіміз, оқыған намазымыз, айтқан салауатымыздың барлығы қияметте барлық жеріміз сол нұрланып тұрады екен. Сол себепті пайғамбарымыз бізді жылдан әрі тез табылады. Және хадисте келгендей, кімде-кім пайғамбарға 10 салауат айтатын болса, Алла тағала, кімде-кім пайғамбарға 1 салауат айтатын болса, Алла тағала ол адамға 10 салауат айтады дейді. Сол себепті қасиетті шабан болғаннан кейін пайғамбарымызға деген махаббатымызды күшейтіп, пайғамбарымызға деген салауаттарымызды арттырайық. Алдағы келе жатқан қасиетті Рамазан айына баршамызды Алла тағала аман есенімізді қауышуымызды нәсіп етсін. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.